Жүктілік кезінде жалпы қанша кило қосуға болады? Бұл туралы толық ақпарат білгіңіз келе ме? Және де диета ұстағыңыз келе ме? Онда не істейміз? Ендеше, қай уақытта сіз диета ұстап бастайсыз да? Т3 өте төмен болғандықтан метаболизм дұрыс жұмыс істемегеннен бұл. Ал 15 кило қосқаннан кейін строго диета. Не жемейсіз? Кез келген ұнды тағам жемейсіз, кез келген дрож қосылған тағам жемейсіз, газированный сусындарға отказ бересіз, тек қана сиырдың етін жейсіз, тек қана сүтті тағамдарды қолданасыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жүктілік кезінде жалпы қанша кило қосуға болады? Ойбай, мен жүкті болдым семіріп кеттім. Жалпы бұл туралы толық ақпарат білгіңіз келе ме? Және де диета ұстағыңыз келе ме? Онда не істейміз? Маған лайк басып, комментарий жазып, сторизден диетаны алып алсаңыз болады. Себебі сториздерге диета салынатын болады. Бақылап отыру керек ол үшін. Ендеше, қандай біз диета ұстаймыз? Жалпы жүктілік кезде қанша килограммға дейін қосуымыз мүмкін? Минималды 15-20 килограмм, максималды 20. Вот, минимум 15, максимум 20 килограммға дейін салмақ қосуымыз бұл бізде қалыпты. Яғни сіз жүкті болдыңыз, бірден 15 килограмм это ужас деп жаңада диета ұстап шош көтерудің керегі жоқ. Ендеше, қай уақытта сіз диета ұстап бастайсыз да? Жалпы бізде әйелдерде не үшін салмақ қосады? Себебі баланың салмағы, бала жолдасының салмағы, суы бар, сүт бездеріміздің үстінің өсуі, жатырдың өсуі бар да. Жалпы біздің денеміздің бәрінің үстінің бұның бәрі бізге килограмм болып саналады да. Яғни жүктіліктен босанғаннан кейін 6 айдың ішінде осы салмақтың бәрі кетіп өзіне келуі мүмкін, өзінің халіне түсуі мүмкін. Бұрынғы әдемі келбетіңізге түсе аласыз яғни. Ендеше 30 аптаға дейін уже сізде 15 кило болып қойды. Не істейсіз? Вот, уже бізде не бар? И стоп. Не істейсіз? Значит, уже диета ұстау керек. Қалайша және неге? Себебі сізде бірінші орында не себептен диета ұстайсыз? Себебі 30 аптада уже ары қарай бала бірден өсіп кетеді. Мысалы, естігендеріңіз бар ма? 7 ай болды, мен ішім бірден шығып кетті. 7 ай болды, менде уже сразу дәу болып кетіпті да, или сұрасын бастаймыз. Не себептен? Себебі біз 7 айда бала резко өтеді. Кімде-кім 30 аптаға дейін 15 кило қосып қойды, 30-да тағы да 15 кило қосу мүмкін. Сонымен 30 килоны қосып алу мүмкін. Бұл ешқандай гормоналды бұзылыс емес, бұл біз мұны аузымызда тие алмауымыз бірінші орында. Екіншіден бізде Д3 өте төмен болғандықтан метаболизм дұрыс жұмыс істемегеннен болады. Сондықтан әрбір жүкті әйел міндетті түрде каждый 2-3 сағат сайын аз-аздан тамақ ішу керек. Мысалы 2 сағатта, таңертең сағат 8-де тамақ іштіңіз ба, шай пайыңызды, сағат 10-да бір кесе сүт ішіп алыңыз. Сағат 12-де бір кесе био ішіңіз. Сағат 2-де, мысалы, может, обедіңіз ішсеңіз, сағат 4-те бір алма, либо любой бір фрукты жеп алыңыз. Яғни каждый 2-3 сағат сайын минималды осындай бір бокалдың көлемінде нәрсе жеп отыруыңыз керек. Себебі біздің қарымыз өте часто ашады, себебі бүкіл клетка қазір бала үшін жұмысы, баланы жүгіріп, өсіріп, дамытып, иммунитетін бәрі сонымен аңсып жатыр. Ал бізде күш қалмай аңсырып жатырмыз да. Даже сізде токсикоз болса да, хоть бір күнде 10 рет құсыңыз, все равно тамақ ішуіңіз керек. Тамақ ішпесеңіз, наоборот, құса бересіз. Өзіңіз де баланы әсер етесіз. Түсінікті ғой? Сондықтан міндетті түрде 2 сағат сайын часто тамақ ішіп отырасыз. Ал 15 кило қосқаннан кейін строго диета. Не жемейсіз? Кез келген ұнды тағам жемейсіз, кез келген дрож қосылған тағам жемейсіз, газированный сусындарға отказ бересіз, тек қана сиырдың етін жейсіз, тек қана сүтті тағамдарды қолданасыз. Түсінікті ғой? Сонда ғана сіз салмағыңызды қалыпты ұстай аласыз. Балаңыз кішкентай болып қалмайды. Даже болады 30 кило қосып, баласы 2 киломен туып жатқан. Себебі бала сіздің ұрын-бұтағыңызға қарайды первый очередь. Яғни күйеуіңіз ірі, ол да ірі болуы мүмкін дегенде. Сондықтан қам жемеңіз, ең басты бала 2 килодан артық болса жеткілікті, ары қарай өзіңіз босанғаннан кейін өсіріп алуыңызға болады. Дегенмен артық салмақ болса не болады? Артық салмақтан кейін, босанғаннан кейін өзіңізге келе алмайсыз, түр әлпетіңіз кетеді, естественно, етек ретсіз болуы мүмкін, гормоналды бұзылыстар пайда бола бастайды, тез шаршағыстық болады, уже да жүре алуыңыз қиындайды, щитовидкаңыздан проблемалар бастауы мүмкін. Сондықтан салмақ қосу осы екен деп артық салмақты қатты қосуға болмайды. Ендеше, қазірден бастап айтамын, кім 30 аптаға дейін 15 кило қосып қойды, сразу строго диетаға отырсын. Диета туралы толық ақпараттар білгіңіз келетін болса, қалай тамақтану керек екенін көргіңіз келетін болса, онда біздің Instagram парақшаға кіріп тіркеліңіз и сторизді жібермей қараңыз. Сол жерге біз салатын боламыз. Сіздермен болған доктор Сейтжаппарова, барлықтарыңызға алғысымыз шексіз.